Келіп алдық, шүкір аман-есен жеттік. Тұманданып кішкене жолдың барлығы. Енді өзімді әдеттегідей күтіп алған Бека бауырым, туысқаным, бір туғаным, мықты Шерғазы братан. Қазір танысып білісіп отырмыз. Шерғазы братанның бір туған ежесінің осындай дәмханасына келіп отырмыз. Тамақтанайын деп. И мынандай алмалар тегін береді екен. Есіктен кірген кезде Қырғызстанның алмасы екен. Иісі күшті. Ноқатты келген. Әдемі екен, Қазір тапсырыс бердік. Тапсырысымыз келсін. Сосын тамағын көрсетеміз. Ерекөч. Ой, рахмет. Міне, Бека досым бар. Міне екі батыр келіп фотоға түсіп жатыр. Қалайсыңдар? Жақсы ма бәрі? Жақсы ма? Жақсы. Вот. Ежекем заказ берген болатын. Қазір әкеп беріп, сөйтіп фотоға түсіп, өзіміз әңгіме айтып қайтып бара жатқан жайымыз бар. Бишкек суық екен, доставканың барлығын жасап жатырмыз. Енді постоянно Бишкекке келген сайын Құдайды сыйлап, енді Бека бауырыма мың алғыс және де мың алғыс дей отыра. Осындай өзімнің өте керемет личный брендтегі парфюммен осындай керемет сағатты әкеп жаңа жылмен құттықтап беріп отырмын, бауырым. Біріншілерден рахмет. жаңа жылға. Әйтеуір келген сайын жаның қалмай күтіп алып, до конца кеткенше әйтеуір ас үстіме түсіп отырасың, сол үшін үлкен рахмет. Мықты Абил бауырымыз бар. Абил краш. Краш бері қарашы кәне. Ей, блин. Қыздар да көрсіңдер, сынасыңдар. Ұйықтайсыңдар ғой, ұйықтайсыңдар. Біз таратып отырмыз, достар. Солай, сыйласып жүрейік. CS ойнауға келдік қазір. Досым екеуміз қазір. Бір жазасын беріп берейін. PlayStation ойнауға келдік. Анаяқ емес, чисто жігіттердің бір әңгімесі ойындап тұр қазір. Хорошенько. Бектің орталығының оформлениесін қараңыздар, қандай әдемі. Қандай үлкен қылып тұрып, айналып, осындай конфети бетін салып тастаған. Ана жерде үлкен елкалар. Қандай биігі. Бәрі оформление. Зор. Орайда ден болып тұр, адам көп. Бірақ тепкенге желание болып тұрған жоқ, өткені кішкене сәл күн суық, күн шығып тұрғанмен. Сөйтіп досымыз екеуміз қайтсақ па деп ойлап тұрмыз. Перчаткасын сұрып алайын ба? Қолына ұстап па? Перчаткасын сұрып алатыр, айтын болмады. Сөйтіп тұрғанымыз бар енді. Маған қазір қайту керек Алматыға. Қайтыс болғанына ровно 2 жыл болады екен. Кеше ғана тірі сияқты. 2 жыл өте кетіпті. Прям жылап, еске аламыз. Өз-өзіме әрең ұсталып тұрмын шынында. Ол күн жыламайын десең жылайсың ба? Уже 12-ден кейін қазір. Уже 12 болды ма? 27-сі ғой. Сағынасың әкеңді. Әлі құлағыңда дауысы тұрады, как будто реально он есть в этой жизни. Қызым деп айтатын сияқты, ешкім саған айта алмайды. Аллаға шүкір қазір. Жолдасымның күйеуі менің әкемдей, ол кісі тура папам сияқты ақ көңіл, тура папам напоминает кей кезде. Қатты саған жылағым келеді. Оқырмандарым ішінде әкесі жоқтары өте көп. Маған қолда болып жазады. Соңғы қыз ұзатуда жылаған видеомды көріп, біраз жылаған, біраз енді осуждение болған, маған бәрібір. Мен өз эмоциямды ұстай алмадым. Себебі әкемді қатты сағындым, бұндай тура именно үйлену, ұзату деген кезде әкенің жоқтығы сол кезде білінеді. Әкесі мен шешесі ортаға шықсын деген кезде. Ада күнделікті тірлікте әрбір жүресің, білінбей қалады. 2 жыл бұрын жаңа жыл мүлдем тойламағанбыз. Жаңа жыл келген кезде папам есіме түсе береді. Тойлай алмай қалғанбыз. Еще тойлауға желание болмайды, потому что жаңа жыл елдер тойлап жатқанда біз әкемді жерлеп жатқанбыз. Бірақ сол кезде күн күшті, жарқырап тұрып еді.
Сондықтан ата-аналарыңыз бағалаңыздаршы достар. Сондықтан әке-шешелеріңізді бағалаңыздар, ренжітпеңіздер. Ол кісілерге ауыр сөз айтпаңыздар, барында қадірлеңіздер. Потому что ол кісілерден артық сіздерді бұл өмірде ешкім өйтіп қатты жақсы көрмейді. Өйткені ол кісілер қандай да болса қабылдайтын тек ата-анаң ғана. Сондықтан ата-анамызды сыйлайық, барында барлық жақсылықты жасайық. Ертең өкініп қалмайтындай. Қап, мен ол кісі бар кезде неге былай істемен деп, или неге ренжіттім мен деп өкініп қалмайтындай әке-шешелеріңізге бірде-бір ауыр сөз айтпаңыздар. Оның барлығы ертең бумеранг болып өзіңізге қайтады, өз бала-шағаңыз соны істейді. Жыл сайын сториске жылап шығатын елестер, мен өз-өзімді ұстай алмаймын. Әрдайым жыл сайын әкемді еске алып сториске шығамын. Білесіздер, ол кісі сіздердің алдарыңызда шығып, осы инстаға түсіп өте позитивный жан болып жатқан жері жайлы болсын. Ертең жетшілікпек саламын. Ешкім бұл өмірде мәңгі емес, бірақ та мәңгі болмасақ та ата-анамыз да мәңгі емес. Дегенмен де бізді ол кісілер өмірге алып келгеннен кейін өте қатты сыйлауымыз керек. Ата-анаңызды сыйласаңыздар өте биік шыңдардан көрінесіздер. Ата-анасының разылығын алған бала ешқашан жаман болмайды. Ата-анасының разылығын алмаған бала көпке бармайды. Ата-аналардың разылығын алыңыздар. Басқа нәрсеге талпынбаңыз. Бірінші кезекте ата-ананың разылығын алуға асығыңыздар. Соны алған кезде ғана сіздердің жолдарыңыз ашылып, барлық жағынан тірліктеріңіз жүреді. Ата-анаңыз сізге ренжулі ме, іштей күйінем, ата-анаңызды ренжітіп қойған кездеріңіз болды ма, бітті. Онда өмірлеріңізде жолдарыңыз болмайды. Сондықтан ата-аналарыңызды бағалап, бетіне сүйіп, құшақтап, көңілін көтеріп, қатты қуантып, шын жақсы көріп, шынайы жақсы көретіндеріңізді айтыңыздар. Кім келді? Мені алып кетуге кім келді? Мені алып кетуге кім келді? Annyeonghaseyo. Қалай жақсың ба? Амансың ба? ғана алып шыққан. Осы ғана алып шықтың ғой? Айгүлдің заттары дегенде көп деп андай күтіп отырсақ.